Вячеслав Лабуркин 1983 жылы әскер қатарына шақырылғанда 19 жасар өрімде жас еді. Ол кездері Телинград қаласында музыка мектебін бітірген талантты музыкант қаладағы балалар музыка мектебінде сабақ беріп жүр екен. Вячеслав Лабуркин Эфиопияда интернационалистік борышын өтеуге аттанады. 1985 жылы 6 шілдеде жау шабуыл кезінде кіші сержант радиостанция бастығы құпия құжаттар мен мәліметтерді сақтап қалу үшін өз өмірін құрбан етіп, ерлікпен көз жұмады. Кіші сержант радиостанцияның бастығы болған, сол Вячеслав Викторович. Сол кісі жаңағы обстрел кезінде жаңағы секретный документ неге түспеу үшін қолына жаңағы аппаратура секретный, жаңағы ол связь начальник связи аппаратура. Содан кейін соны өз-өзімен жарып жүрген. Сондағы ерлікпен жаңағы марапатталды, қызыл звездасы бар, орден боевого красного знамени. 1985 жылдың 6 шілдесі күні Лидия Григорьевнаға ұлы Вячеславтың қаза болған туралы қайғылы хабар естіртеді. Арада 30 жылдан аса уақыт өтсе де, қарт ана баласын жоқтап, жыл сайын Ресей жерден келіп тұрады. Биыл да шілденің 6 күні қарт ана Теміртаулық ауған соғыс ардагерлерімен кездесті. Ауған соғыс ардагерлерін алған ескерткіш басында Лидия Лабуркинаға Қарағанды қаласы ауған соғыс ардагерлер мүгедектерінің одағы ардагер қоғамдық бірлестігі ана жүрегі медалін тапсырды. Разрешите эту медаль Лидии Григорьевны вручить вам. На казахском она называется «Ана жүрегі». Медаль Лидии Григорьевны. Разрешите. Вечная память и слава Вячеславу Викторовичу. Вячеслав Лабуркин бала күннен жаны нәзік, өзгеге көмек беруге, жақсылық жасауға жақын болып өседі. 24-ші орта мектебін бітірген. Жас күннен өнерге жақын болып өскен ол Телинградтағы музыка мектебін қызыл дипломмен бітіріп шығады. Келешегіне үлкен үміт тұрген өнерлі жас интернационалистік борышын өтеу жолында көз жұмады. Звонят мне, чтобы я явился в военкомат. Ұлымның қаза болған туралы Харал хабарды жеткізді. Жанашыр адамдар жанында болды. Қазақстан жерінде мұндай жандар көп қой. Мен сағынамын. Мұнда ұлымның бейітінің басына жиі барып тұратын едім. Күнделікті басына барып тұратынмын. Қазір алыстамын, өкінемін. Соған қарамастан Теміртауға жылына бір мәрте келіп тұрамын. Лидия Лабуркина Теміртаулық ауған соғыс ардагерлерімен бірге ұлы оқыған 24-ші орта мектебінде кейін бейітінің басына барып қайтты. Бұдан бірнеше жыл бұрын Теміртаулық ауған соғысының ардагерлері көмегімен марқұмның бейітінің басына құлпытас қойылып, қайта қалпына келтірілген болатын.